Біраз кейстерім болған, жұмысқа алып бір кісілерді жұмысқа алам да, келеді, айтам да, бастаймыз, сен бірақ бірінші ай жұмыс істемейсің деймін да. Вот неге жұмыс? Жоқ, сен просто басқа компаниядан келдің, зарплатаны төлеймін, бірақ бірінші айға саған задание жоқ. Вот кітап оқы, отыр, адамдармен сөйлес, түсінбейді да. Жоқ, в смысле, какая задача? Я говорю, жоқ, ешқандай задача жоқ. Бір айдан кейін, давай бір ай екеуміз мозговой штурм жасаймыз, отырамыз, әңгімелесеміз, шай ішейік, бірімізді дұрыстап танайық, сені топ-менеджер қылып алып жатырмын, ешқандай задача жоқ, давай екеуміз ойлап табайық қандай задача істейміз, соны барып істейміз. Вау. Бір ай жүрді ғой, түсінбейсің, сосын бір айдан кейін түсінді. Мен сен бір айдан кейін бірақ айттым да оған, ол мен жасаған, өйткені сен ана жақтан келіп, сен автоматически сол жақта жүрген рельске, қайтадан сен рельске түсесің да. Давай мен сен жолды бұзып сайын, екеуміз отырып алдымызда жол жоқ деп ойлайық та. Сол жолды енді өзіміз дизайн жасайық та.